Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай люлі кабаб дайындаймыз. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарап, қалай дайын болатынын біліп алсаңыздар болады. Сіздер де жасап көрсеңіздер. Алдымен бізге фарш қажет болады. Мен описание бөліміне ас нәзірін жаза өтемін. Сіздер сол жерден көре аласыздар. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет жаңа видео шығарамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаның кесесін баса кетіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Барлық заттарымызды салып болғаннан соң дәмдеуіштер салып аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Сосын 2 жұмыртқаны салып жіберіп, тағы да араластырамыз. Егер дәл осы рецепт бойынша жасап жатсаңыздар, комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер болады. Сіздерге үлкен рахмет, менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға. Сіздермен болған Зәуре. Мен оңай әрі жылдам түрлі рецепттер шығарып тұрамын. Сіздермен бөлісіп отырамын апта сайын. Листімізді майлап аламыз. Сосын дәл осылай форма жасап, бір текіс шайлап аламыз. Барлығын әдемілеп жайлап аламыз. Духовкаға 180 градусқа 35 минут пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Дәл осылай қасықтың көмегімен жасап шығамыз. Міне достар, біздің люлі кабабымыз деп пісті. Өте дәмді болды деп ойлаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Менімен бірге болғандарыңызға ас болсын.